Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасы аясында былтыр 30 желтоқсанда банкроттық туралы заң қабылданып, 2023 жылдың 1 қаңтарында ресми түрде жарияланды. Алдағы 3 наурыздан бастап ЕГОВ сайты, Е-салық азамат мобильді қосымшасы және халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы заң аясында өтініштерді қабылдау басталады. Заң бойынша борышкерлердің қарыздарын қайтару 3 бағытта жүргізіледі. Яғни жеке тұлғалардың жағдайлары ескеріліп, олардың қарыз мөлшеріне, төлем қабілетіне сәйкес рәсімдер таңдалады. Ал несие беруші немесе өзге кредитор борышкерге қатысты бұл рәсімдерді қолдана алмайды. Бірінші бағыт – соттан тыс банкроттық. Бұл бағыт бойынша банк, микроқаржы ұйымы және коллекторлық агенттік алдындағы қарызы 5 миллион 520 мың теңгеден аспаған жеке тұлғалар қарызын қайтарады. Бірақ келесі талаптар сақталу керек. Мүліктің болмауы, өтініш берген күнге дейін 12 ай қарызын төлей алмаған болуы және қарыздарын реттеу шаралары жүргізілуі. Сонымен қатар заңда ерекше жағдайлар қарастырылған. 6 ай бойы атаулы әлеуметтік көмек алушылар үшін 12 ай ішінде төлемнің болмауы туралы критерий қолданылмайды. Берешегі 5 жылдан артық өтелмейтін азаматтар үшін олар бойынша мүліктің бар жоғын тексеру және берешек сомасы бойынша шектеулер белгіленбейді. Соттан тыс банкроттық рәсім тегін жүзеге асырылады. Екінші бағыт – сот арқылы банкроттық. Бұл бағыт бойынша қарызының сомасы 5 миллион 520 мың теңгеден асқан жеке тұлғалар қарыздарын қайтарады. Сот арқылы банкроттық кезінде қарыз алушының мүлкі сатылады. Несие берген ұйым азаматтың жалғыз баспанасын ол кепілде тұрған болса ғана ала алады. Сот арқылы банкроттық рәсімін қаржы басқарушылары жүзеге асырады. Олардың қызмет ақысы борышкердің мүлкі есебінен төленеді. Бұл биылғы жылы 70 мың теңге. Ал әлеуметтік осал топтағы мүлкі жоқ тұлғаларға қаржы басқарушылар тегін қызмет көрсетеді. Үшінші бағыт – төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Тұрақты кірісі бар азаматтар қарызын 5 жылға дейін бөліп төлеу мүмкіндігін иелене алады. Және де бұл негізінде мүліктің бір бөлігін сату, мүлікті жалға беру, жаңа үй сатып алу арқылы тұрғын үйді сату, құны төмен тұрғын үйге айырбастау сияқты әрекеттер жүзеге асырылады. Мұнда қойылатын жалғыз шарт – қарыз көлемі борышкер мүлкінің құнынан аспауы тиіс. Ескерту: өзін банкрот деп жариялаған жеке тұлғалар 5 жыл ішінде банктерден және микроқаржы ұйымдарынан кредиттер ала алмайды. Ломбардтардың микрокредиттерін алудан басқа 7 жылға дейін өзін қайта банкрот деп жариялауға тыйым салынады. Қаржылық жағдайына 3 жыл бойы мониторинг жүргізіледі. Барлық ақпарат Қаржы министрлігінің сайтында жарияланады. Қосымша ақпараттар үшін 1414 нөміріне хабарласуға және Telegram чатта салық ботқа жазуға болады.